Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз оттегі алынуы және де табиғатта таралуы. Және де сабақтың соңында сіздермен онлайн зертханалық жұмыстар жасайтын боламыз. Енді сабақтың мақсатына келетін болсақ, зертханалық жағдайда оттегін алу, оның негізгі қасиеттерін зерттеу және де алынған нәтижелерге сүйене отырып, оттегінің практикалық қолдануын түсіну. Оттегінің таралуына келетін болсақ, ауаның негізгі құрам бөліктерінің бірі ол бізде оттегі екені сіздерге мәлім. Ауаның 21%-ын бізде оттегі құрайды. Ал қалған 78% азот және де 1% ол бізде қалған инертті газдар және де басқа да газдар екені сіздерге белгілі. Енді оттегінің бізде периодтық жүйедегі орнын қарастыратын болсақ, ол бізде 8-ші реттік номердегі элемент, атомдық массасы 16, түссіз, иіссіз газ және де өмір үшін өте маңызды. Міне сіздер көріп тұрғандарыңыздай оттегінің яғни карточкасын алатын болсақ, 8-ші реттік номердегі элемент, атомдық массасы 16 және де ол бізде оксиген, яғни оксигениум деп те атайды, латынша атауы. Яғни О деп белгіленуі бізде осы жерден екен. Енді бізде оттегінің атомын қарастыратын болсақ, бізде реттік номері 8 болғандықтан, оның 8 электроны бар. Яғни, ол бізде екінші периодта орналасқандықтан, оның энергетикалық деңгейі екеу болады екен. Бірінші энергетикалық деңгейі ол бізде 2 электронды қамтиды. Ал екінші энергетикалық деңгейі ол бізде 6 электронды қамтиды. Міне, енді оны біз графикалық электрондық конфигурациясын біз ұяшықтарға салатын болсақ, бірінші 1s2 деп жазылып тұрған жерде ол бізде ең бірінші периодтағы электрондар, ол бізде міне 2 электроны осы жерде орналасқан екен. S орбиталі бізде әрдайым бір ұяшықтан тұрады екен. Ал енді екінші периодтағы электрондарды жазатын болсақ, бізде ол бұл жерде S орбиталынан басталады екен. Яғни S2, S2 деп тұр. Бұл жерде де бізде 2 электрон орналасқан. Әрі қарай, бізде S-тан кейін P орбиталына көшеміз. P орбиталі ол бізде 3 ұяшықтан тұрады екен. Және де біз қалған 4 электрондарды осы 3 ұяшыққа салатын боламыз. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздер не байқап тұрсыздар? Бізде соңғы 2 ұяшықта бір электронына жетпейді, яғни 2 электрон жетіспейді. Енді қараймыз, оттегі бізде тек қана ауаның құрамында емес, сонымен қатар басқа да қосылыстардың құрамында бар. Мысалға алатын болсақ, бізде оксидтер деген зат бар, яғни оксидтер, оксид деп, ол бізде яғни оттегі құрамында міндетті түрде оттегі болатын қосылыстардың барлығы бізде оксидтер деп аталады екен. Енді мысалға алатын болсақ, мен сіздермен кальций оксидін алдым. Кальций оксиді дегеніміз ол бізде күйдірілмеген әк деп аталады, яғни ол бізде көбінесе яғни цемент жасауға, яғни былайша айтқан кезде құрылыста көбінесе қолданылады екен. Енді кальций оксиді бізде кальцийді алатын болсақ, кальций бізде екінші топта орналасқан металл. Ал металдың ең бірінші қасиетінің бірі ол бізде электрондарды беріп жіберу екен. Қараңыздар, кальций екінші топта орналасқандықтан ол тек қана 2 электронды береді. Ал оттегі оған 2 электронды не істейді, кальцийдан алады екен. Сондықтан да ол 2 минус деп белгіленеді екен. Сонда қараңыздар, кальций бізде оттегіге 2 электронды береді. Оттегі осы 2 электронды алып өзінің энергетикалық деңгейін не істейді, толтырады екен. Сонымен қатар осылай толтыру арқылы бізде оттегі тотықтырғыш қызметін атқарады екен. 2 электронды алып өзінің энергетикалық деңгейін осылай толтырады екен. Жақсы, енді әрі қарай біз оттегінің таралуына келейік. Оттегі бізде жаңа айтып кеткендей көптеген қосылыстардың құрамында, сонымен қатар тыныс алу процесі, сіздерге биологиядан таныс. Сонымен қатар бізде қандағы оттегінің таралуы, ішкі тыныс алу процесі кезінде бізде қанның қызыл жасушалары бізде оттегін тасымалдайтынын білеміз. Және де одан кейін фотосинтез процесіне келетін болсақ, бізде өсімдіктердің тыныс алуы, жануарлардың тыныс алуы кезінде оттегі керек. Және де фотосинтез процесі кезінде де бізде оттегі шығарылады екен. Қазір сіздермен оттегінің алыну кезінде осы фотосинтез процесін қарастыратын боламыз. Сонымен қатар бізде жану процесіне
көшейік, жану процесі бізде әрдайым оттегінің қатысуымен жүреді. Неліктен? Мысалға сіздерге осындай бір мысал келтірейін. Белгілі бір өрт болып жатты дейік, сол өрт кезінде бізде сол өрттің үстін біз жабатын болайық, пледпен жабатын болсақ, немесе жанып тұрған свечаның үстіне крышкамен жабатын болсақ не болады екен? Бізде оның ішіне оттегі бармайды да, бірнеше уақыттан кейін бізде яғни өрт өшеді екен, иә. Оттегі жетіспегендіктен бізде өрт өшіп қалады екен. Яғни жану процестерінің маңызды компоненті ол бізде оттегі болып тұрады екен. Егер оттегі жоқ жерде жандыратын болсақ, бізде жану процесі жүрмейді екен. Сонымен қатар ең маңызды суды алайық, судың ең маңызды құрамына H2O деп айтамыз, оттегі құрамында бар екен. Сонымен қатар тағы да басқа заттардың құрамында оттегі бар екенін сіздер осы сурет арқылы, осы слайд арқылы түсінсеңіздер болады. Енді оттегінің алынуына керек. Бұл бізде оттегінің табиғатта алынуы, ол бізде көбінесе фотосинтез процесінде, яғни фотосинтез процесі білесіздер, ауадағы көмірқышқыл газы және де су, және де хлорофилл, ол бізде өсімдіктің жасыл түсі, және де күн сәулесі арқылы жүретін процесс. Нәтижесінде бізде не түзіледі? Глюкоза, бұл бізде органикалық зат, және де оттегі бөлінеді екен. Міне, тап-таза оттегі бізде осы фотосинтез процесіне жүреді екен. Мысалға, орманды алайық, орманда бізде оттегіге бай, ол жерге барып бізде тыныс алып демалатын болсақ, бізде яғни өкпеміз ашылып, оттегімен демалып қаламыз, яғни бұл жерде оттегінің көп мөлшерде бөлінуіне байланысты бізде ол жер оттегіге бай болып табылады екен. Енді сіздермен оттегінің зертханалық жағдайда оттегіні қалай аламыз, соны қазір бірге онлайн лабораторияда жасаймыз. Зертханалық жұмысымызды бастамас бұрын Content Etso сайтына кіріп, инструкциямен танысып аламыз. Инструкция бойынша бізге калий перманганатын қыздыру керек. Ол үшін бізге штатив және де пробирка керек. Сонымен қатар калий перманганаты және де шпатель керек. Бір қасық калий перманганатты шпатель арқылы алып пробиркамызға саламыз. Енді калий перманганатын қыздыру үшін бізге спиртовка шамы керек. Спиртовка шамын штативке қоямыз, және де сіріңке қорабы керек. Сіріңкемізді сіріңке қорабына үйкейміз де жандырып аламыз. Жанып тұрған сіріңке арқылы спиртовкамызды жандырамыз. Әрі қарай бізде пробиркамызда газдың бөлініп жатқанын байқадық. Енді ол бөлініп жатқан газды оттегі екенін анықтау үшін біз ең алдымен труба арқылы газды колбаға жинап алуымыз керек. Яғни бұл жерде бізде бөлініп жатқан газ труба арқылы колбамызға түседі. Бірнеше уақыт күтеміз. Бірнеше уақыт өтті, енді колбамызға газымыз жиналды. Енді ол жиналған газдың оттек екенін анықтау үшін біз қалған құрылғыларды алып тастаймыз. Енді бізде таяқша керек. Және де таяқшаны біз қазір жандырып аламыз. Жанып тұрған таяқшаны колбаның үстіне қоятын болсақ, біз одан сайын жанып жатқанын байқаймыз. Бұл дегеніміз оттегінің көп мөлшерде бөлініп жатқанының белгісі.
Қорытындылай келе, бүгінгі сабақта біз оттегінің алу тәсілдерін қарастырдық және оның табиғатта таралуын түсіндік. Сонымен қатар оттегінің ауа құрамындағы үлесін, суда және тірі ағзаларда кездесетінін білдік. Сонымен қатар оттегінің жану, тотығу және тыныс алу процестеріндегі маңызын түсіндік. Оттегі біздің тіршіліктің сақталуына тікелей әсер ететін химиялық маңызды элемент болып табылады. Бүгінгі сабақ барлықтарыңызға қызықты, түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар. Келесі сабақта жүздескенше.